Шағымыздың естен кетпес дәмі нағыз буфеттегідей өте дәмді болып шығатын жұп-жұмсақ коржик дайындаймыз. Құрамына ешқандай сары май, жұмыртқа қосылмайды. Ең алдымен ыдысымызға айран құямыз. Домашний айран да бола береді. Менде осындай 2,5% айран. Және де үстінен ас содасын салып, осылай реакция жүргенше жақсылап араластырамыз. Енді үстінен қант және де сұйық майды қосып, тағы да жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнды саламыз және де кішкене разрыхитель қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илеуді бастаймыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермей, осылай 2 бөлікке бөліп саламыз. Бізде қолға жабысып тұратын кішкене жұп-жұмсақ қоймалжыңдау қамыр иленіп шығады. Енді жұмыс жасайтын орнымызға осылай ұнды молырақ етіп сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. 1 сантиметр болатындай жайсаңыздар болады, қатты жұқалап жібермеңіздер. Енді өзінің осындай арнайы формасымен кесіп алдым. Бұндай форма болу міндетті емес, кәдімгі шай ішетін кесеңізбен кессеңіз де болады. Бетіне айран жағамыз және де 180-200 градуста қызған пеште коржикті 15-20 минуттай пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, коржиктарымыз керемет болып қызарып пісіп шықты. Нағыз балалық шағымыздағыдай өте дәмді. Енді жасап көріңіздер. Бұл видеоға лайк басып сақтап алыңыз.